облыстық сыр үміті жастар сыйлығының иегері кім? Ол аудандық жаңа форматта үздік химия пәні мұғалімі 2018 байқауының бірінші орын иегері. Ол аудандық білім бөлімінің ұйымдастыруымен және аудандық химия пәндері бірлестігі арасында ең жас химик номинациясымен және 100 000 теңге сыйақы табысталды. Ол ұстаздық еткен жалықпас республикалық байқауында авторлық бағдарлама бойынша бірінші дәрежелі диплом иесі. Ол бірнеше аудандық, облыстық семинарларда ашық сабағын көрсетіп жүрген жаңашыл ұстаз. Ол кісі менің сүйікті мұғалімім, және сол кісінің сіңірген еңбегінің арқасында мен облыста өткен инновациялық мектептер арасындағы олимпиададан химия пәнінен 3-ші орын алып келдім. Мен Сырғымбаева Гүлзира ұлттық бірыңғай тестілеуден химия пәнін таңдап, қазына пәні арқасында жоғары балл жинап, Астана қаласындағы жоғары оқу орнының грант иегері атандым. Қазіргі таңда Арал қаласындағы дәл осы қазына пәнінің оқу орталығында жұмыс жасаймын. Педагогикалық идеялар панорамасы республикалық байқауының облыстық кезеңінде бірінші орын, бірінші дәрежелі диплом марапатымен марапатталды және де республикаға жолдама алынды. Ол номері 2-ші облыстық дарынды балаларға арналған мектеп-интернатының химия пәнінің мұғалімі Дәрімбетова Қазына. Қай заманда болмасын, қоғамның қозғаушы күші жастар. Сондықтан да осы қозғаушы күш ретінде мен осы сайысқа қатысуға лайықтымын деп санаймын. Білім саласы бойынша Дәрімбетова Қазына Әбілханқызы марапатталады. Білім саласы бойынша